Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен атым Гүлім Маратқызы. Видеоны бастамай жатып, сіздерден өтініш подписканы басып отырыңыздар, өйткені менің 70% аудиториям мені подпискасыз көреді екен. Сондықтан сіздерден сұрайтыным, подписканы басып отырсаңыздар, маған үлкен осы рахмет деген сөздің бір рахмет дегілеріңіз келсе, осы видео үшін лайкты бассаңыздар. Ол ешқандай ақысыз, сондықтан лайкты басып, подписканы басып, комментарий жазып отырамыз. Ал кеттік. Безеу бар адамдар маған көп жазды. Алдындағы видеоларымды көрген, қалай емдейміз, соны нақты, точно айтыңыз деп. Я сіздерді түсінемін, өйткені безеу бар адамдарда өте көп комплекс болады. Яғни закомплексованный психология жағынан қатты давить етеді. Прыщик деген, акне деген, безеу деген бір нәрсе. Осы сөздің үшеуі айналып келе береді. Сондықтан бір адамдар акне деген не екенін білмейді, бір адамдар безеу дегенді біледі, бірақ прыщ деген не екен. Сондықтан осы сөздердің бәрін түсіндіріп өтейін. Безеу қалай пайдаланады? Безеу дегеніміз беттегі жалпы май жасайтын бездеріміз өте қатты жұмыс істейді кейбір адамдарда. Ол неге дейтін болсаңыздар, кейбір адамдарда жалпы туылған кезінде анаңыздың ішінде жатқан кезде ДНК-лары солай құрылған, яғни бетінде көп безеу болады деген нәрсемен өмірге келген. Кейбір адамдар бетіне ешқандай күтімсіз, ешқандай безеусіз өтеді. Қыздарда, әйелдерде ешқандай күтім жасамайды, ол қыздарда безеу болмайды. Кейбір қыздар күні бойы бетіне неше түрлі кремдер жағып, қанша бетін тазаласа да безеу бет болып жүреді. Оның бір сыры, өйткені солай болып өмірге жаралғансыздар, оны ешкімді кінәлай алмайсыздар. Яғни оның себептері әртүрлі болуы мүмкін. Біріншісі андрогендік безеу дегеніміз бар. Андрогендік безеу дегенде көбінесе 18 жастағы жаңағы половой созревание болған кезде балаларда, ересектерде балаларда көбінесе болады безеулер. Яғни андроген тестостерондар көбейгендіктен гормондар, тестостерондар, яғни беттегі май бездеріне тікелей әсер етеді. Қыздарда да дәл сондай болады, бірақ қыздарда көбінесе андрогендер сондай туылғанда солай жаратылған қыздар болады. Яғни еркек бездері тез көп жұмыс істеп, еркек гормондары бөліне бастайды. Сондықтан бетінің безеуі соған байланысты. Ал кейбір әйелдерде тек бет деген беттің терісінің теріс бездерінің май бөлетін бездерінің сальный железі дейді, дұрыс жұмыс істемегендіктерін, яғни көп май бөлгендіктен, көбіне жирная кожа деп атайды, комбинированная кожа деп атайды. Сол кезде майлы беттер тез көп мөлшерде май бөлгендіктен, оның беттегі поралар оған үлгере алмай, сол май бездері бітеліп, ішінде, яғни инфекция пайда болып, беттегі безеу солай пайда болады. Яғни май бездеріне инфекция қосылады, сонымен комедондар пайда болады. Яғни қызыл безеулер, қызыл тері асты безеу болуы мүмкін, тері үстінде жалпы олар безеу болып өтіп. Мен өзімде ондай безеулер болған, мен қалай емдедім, соның бәрін сіздерге осы видеода тез айтуға тырысамын. 4 сатысы болады, яғни бірінші сатысы, екінші сатысы бір-біріне ұқсас болады. Яғни бірінші сатысында 10 шақты безеу болатын болса, бетіңізде екінші сатысында 10-нан көп болады. Үшінші, төртінші сатысында, яғни бұл безеу өте басқа түрге айналады, яғни беттегі безеулерде деген бірінің үстінен бірі шығып, үлкен безеулері құрайды. Яғни ол комедондар іштен болуы мүмкін, тері ішінде болуы мүмкін, басқанда ауырады. Сондай комедонды үлкен безеулер болады. Олар жарылып шығуы, жалпы жазылуы өте қиын, көп тұрып алады бетте. Көп тұрып алатын безеулер, яғни жазылып болған кезде ол безеулерді өзінің артынан тыртықтар қалдырады, ойықтар қалдырады, яғни рубецтер қалдырады, беттегі жалпы беттің тегістігін бұзады, яғни ойық болып, бет сондай болып қалады. Сондықтан үшінші, төртінші сатысын, бірінші, екінші сатысын, яғни қалай мен емдедім. Менде айтпай қойын, менде тек қана бірінші сатысы болған безеудің, яғни 10 безеуге дейін ғана шығатын. Былай келгенде маған келетін болсақ, менде 5 безеуге дейін болған, бірақ 10 безеуге дейін шықпапты. Сондықтан
сіздерге мен қалай безеуден арылдым, яғни медицина түрінде қалай қазір емдеу түрлері бар, сон туралы жалпы тоқталып өтеміз. Бірінші, екінші сатысында бетті тек қана бет кремдері арқылы, бетті ол біздің білетіндей кремдер емес, медициналық құрамы бар. Жалпы құрамында витамин А-ның предшественниктері дейді. Витамин А-ның құрамында бар кремдер жағу керек. Витамин А қалай бетке әсер етеді? Жаңа айттым ғой, тері бездерінің жалпы жұмысы көп, қатты жүргесін, тері бездер майлары, сальный железі тез жұмыс істегесін, жалпы оған беттен поралардан шығып май үлгермейді. Бұл май соның ішінде қатып қалып, ішіне инфекция кіргесін, безеу болып шығады. Көбінесе майлы беттер, майлы жалпы беттің типтері көбінесе жаңа безеуге жалпы көп шығады сол майлы беттерге. Сіз байқаған боларсыздар. Сол майлы бетті бұл витамин А-ның предшественники витамины А қалай жұмыс істейді? Олар жаңағы беттің жаңағы бездеріне, май бездеріне жалпы приказ береді, былайынша айтқанда. Нұсқаулық береді, сен жай жұмыстауың керек деген сияқты. Сен тез жұмыс істемейсің, жай жұмыс істейсің деп беттегі бездерді жай жұмыс істеуге қалыптандырады. Яғни ол мен өзім қолданғаным сіздерге айтайын, мынау диферин деген бұл тек қана крем емес, бетке жаға салатын, бұл дәрі болып табылады. Сондықтан диферин құрамы адапален. Немесе жаңағы безеулер кезінде бірінші, екінші сатысында сіздер көбінесе адапален құрамы барды алсаңыздар, көбінесе бұл бетті құрғақтандырады. Яғни майлы бет болсаңыз, сол үшін көп безеу шыға беретін болса, майлы бет болғасын. Жаңа айттым ғой сіздерге, бітеліп қалғасын, май ішінде бітеліп қалғасын, көбінесе жаңағы ішіне инфекциялар, бактериялар кіреді, ол жаңағы безеуге айналады. Осы адапален жаңағы безеу бездеріне бұл деген қалыптандырады. Жалпы майды көп шығармас үшін жай шығарып өзінің қалпына келтіреді бетті. Мен бұл адапаленді көбінесе 6 айдай қолдандым. Бұл ұзақ қолданылады. Мен тек қана күніне бір-ақ рет бетке кішкентай мынандай ғана алып, бетке жағасыз, кішкентай, көп емес. Өйткені көп болғаны ол дұрыс емес. Бетті кішкентай ғана жағасыз. Сол кезде беттің барлық жеріне безеу көбінесе көп шығатын жерлерге жағып қоясыз, азанда жуып тастайсыз. Бірінші, екінші сатысы болса, егер сіздердің жаңағы 10-20 безеуге дейін болса беттеріңізде, осындай местно, яғни местно дегенін тек бетке жағатын кремдер арқылы осындай емдеуге болады. Оның құрамына адапален кіреді, азелаиновая кислота кіреді. Осындай азелаиновая кислота дегеніміз осындай құрамды кремдер алсаңыздар болады. Азелаил пероксид деген құрамды азелаиновая кислота, бензоил пероксид және адапален. Осы 3 құрамды кремдер алсаңыздар безеуге өте жақсы көмектеседі. Яғни бұлар жаңағы беттегі безеудің азаюына әкеледі. Беттің құрамының жақсартады. Яғни бетті тегіс қылады. Жалпы көбінесе безеу беттер бүдір-бүдір болады ғой, мысалы былай безеу деген беттен шығып тұрған кезде, соның бәрін тегістетеді. Жалпы беттің состояниесін дейді жақсартады. Жаңағы азелаиновая кислота, бензоил пероксид, адапалендерді бәрін үшеуін бірден қолданбайсыздар. Үшеуінің біреуін таңдап бетіңізге жаққаныңызға алып кеттік. Бірінші, екінші сатысын біз жалпы толықтай айтып өттік. Қалай емдейтін? Үшінші, төртінші сатысында, яғни бұл тек дәрігермен емделетін безеудің түрі. Бұл дәрігермен емделетін безеу неге? Өйткені оның ішінде комедондар болады. Комедондар олар беттің ішіндегі іріңдеуі, бір безеу екінші безеумен қосылып кетуі, яғни бетте 20-дан астам егер безеу болса, үшінші, төртінші саты болып табылады. Бұл дерматолог врачтармен бірге емделеді, өкінішке орай. Және емделетін көбінесе дәрісі роакутан деп аталады. Естігендеріңіз бар болған шығар. Роакутан дегеніміз ол өте
былайынша айтқанда бір жағында екі таразы болса, мысалы бір жағында сіздің безеуіңіз, безеуге қаптап кеткен бетіңіз үшінші төртінші сатыдағы, бір жағында ракотан, бұл таразы. Егер сізге бетіңіз таза болғысы болып адамдармен дұрыс сөйлесіп, бір жақсы жұмысқа тұрғыңыз келсе, өйткені безеу деген ол комплекске әкеледі. Сіздермен адаммен сөйлескен кезде барлығы сұрағысы келіп тұрады, мынау бетіңе не болды, мынау не дегендей, өзіңіз білмейтін сияқты. Сондықтан бұл комплекстен жойылу үшін руакотан сіздерге міндетті түрде осындай керек. Өйткені бұл безеу өзінен кейін тыртықтар, бүдірлер, жаңағы рубецтер қалдырады. Бұл безеуді тек дерматолог врачпен ғана емделесіздер. Дерматолог врачтарыңызға руакотанды сұрап көрсеңіздер болады. Маған ішуге бола ма дегенде. Өйткені руакотанды тек дәрігермен бірге ғана емделген кезде. Өйткені оның противопоказаниялары бар. Противопоказания дегеніміз сіздерге егер бауырларыңыз ауыратын болса, бүйректеріңіз ауыратын болса, ол жалпы руакотан сіздерге ішуге болмайды. Неге? Өйткені руакотан бауырдың қызметін төмендетеді. Руакотанды ішіп жүрген кезде бұл 1-2 апта ғана ішетін дәрі емес, ол 6 айға дейін, 20 аптаға дейін, минимум 20 аптаға дейін ішетін, максимум 1 жылдап ішетін дәрі болғандықтан бұл бауырға әсер етеді. Бауырдың жалпы 2 аптада 1 рет бауырдың функциясын сіз биохимический анализ арқылы, яғни биохимия дегеніміз не? Бауырдың жұмысын көретін. Яғни сіз АЛТ, АСТ, биохимияның ішіндегі билирубин, тікелей билирубин, жалпы билирубиннің барлығын біліп, қадағалап отыруларыңыз керек. Өйткені жалпы руакотан деген, қайталап айтайын, бауырдың жұмысына әсер етеді. Және де руакотан жалпы жүктіліктің алдында, яғни жүктілікті жоспарлап жүрген қыздарға өте осылай тыйым салынады. Және де жүкті кезінде қолдануға болмайды руакотанды. Өйткені безеуді емдеймін деп балаңызға қатты әсер етеді. Өйткені руакотан ішкен кезде бала неше түрлі аномалиямен туылуы мүмкін. Сондықтан өте сондай серьезный препарат. Сондықтан оны ішу үшін, бетті емдеу үшін тек дәрігер арқылы емдейміз. Бірақ егер эффектісіне келетін болсақ, бетіңізді жалпы ол руакотан тек тікелей беттің молекулаларына әсер етеді. Беттің безеудің шығатын бездері бар ғой, май бездері, соған әсер етеді. Яғни беттің безеулерінің бездеріне әсер етіп, майды көп шығаруын тоқтатады. Яғни бетті жытырлап тұратын беттер бар ғой, безеуден, солардың бәрін азайтады. Бетіңіз өте құрғақ болып кетеді. Ол кезде увлажняющий неше түрлі ылғалдандыратын кремдер бар, соны жазып жүрсеңіздер болады. Руакотан кезінде. Руакотан ол таблетка түрінде болады. 10-20, одан да көп миллиграммдық түрлері бар. Қазір дозировкасын сіздерге мынау керек деп айтпай қояйын. Өзінің әркімнің жағдайына байланысты, яғни сіздің бетіңізде көп болса, әрине сіз деген 20-30 миллиграммдық ішесіздер. Егер аз болса, ол аз дозировкада ішесіздер. Сондықтан барлығын дәрігер шешеді. Сіздерге барлық сұрақтар түсінікті деген ойдамын. Егер сіздерге ақпарат керекті болса, барлығы ұнаса, сіздерге рахмет деген сөздің бір онлайн түрі, лайк қойсаңыздар, ол рахмет деген сөз, ол тегін. Сіздер және де подписка жасаңыздар, өйткені мына жерде тұр, подписка жасаңыздар, менің видеоларым, басқа да қызықты видеолар шығарам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.